Сәлем достар, бүгін сіз көпшіліктің сұрауы бойынша ши-құрақтың материалын кесу жолын үйренеміз. Ең алдымен бізге ши-құрақтың материалына матовый велюрымызды алып, теріс қаратып, 3,5 сантиметрден сызып аламыз. 3,5, 7, 10,5 деген сияқты ары қарай сызғышымызбен сызып аламыз. Видеоның соңына шейін қарап, үйреніп алыңыздар. Біз матамызды қисық кеспеу үшін біз ручкамен сызып аламыз. Өйткені бормен немесе басқа да сызғыш қаламдармен сызатын болсақ, түзу сызық сыза алмай қаламыз. Сондықтан ручканы қолданамыз. Ручка теріс бетінде тұрады, оң бетінде тұрмайды. Ол матаның астында қалып кетеді. Ешқандай матаңызға кейін бояу жұқпайды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге қалдыра кетіңіздер. Еңбегімді бағалап, лайк баса кетіңіздер.